Баршаңызға сәлем, сіздермен осындай булочка дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Алдағы уақытта бұдан да басқа рецепттер шығып отырады. Булочканы кешкіге ауыз ашқанға жасасаңыз өте керемет болады. Алдымен ұнымызды осылай қолымыздың көмегімен ашып аламыз. Жылы сүт, жұмыртқа, сұйық майымызды құямыз. Тұз, дрож, шекерімізді салып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын, осындай жұмсақ болып шығады. Қолымызды майлап, тағы да бір илеп жібереміз. Бетін салафанмен жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін қызып тұрған майымызға 2-3 дана пиязымызды турап саламыз, қызартқыш саламыз, араластырамыз. Міне дайын. Енді келесі салмамызды дайындаймыз. Картошканы ашып, осылай суға салып, одан 1 ас қасық тұз салып қайнатамыз. Қайнап шыққанда бетіндегі көбігін осылай алып тастаймыз. Міне біздің картошкамыз пісті, дайын. Енді еземіз. Осылай езіп шығамыз, іртік қалмау керек. Содан соң жаңағы қуырған пиязымызды, одан кейін көк пияз немесе укроп қосып, жақсылап араластырамыз. Бөлек ыдысқа салып, суытып аламыз. Содан соң бетін салафанмен жауып қоямыз. Міне біздің қамырымыз да дайын, әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырды кішкене бөліктерге бөліп тастаймыз. Өздеріңізге ыңғайлы етіп, кішілеу қылып бөлсеңіздер де болады. Менде осындай қамырдан 9 дана шықты. Міне осылай дөңгелетіп аламыз. Енді осы қамырымызды жақсылап оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты жұқа етіп жібермеңіздер, видеодағыдай етіп жайып, осылай шетін пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Енді жаңағы салмамызды салып шығамыз. Үстінен үккіштен өткізілген ірімшігімізді саламыз. Ірімшігі қаншалықты көп болса, соншалықты созылмалы болып бөлінеді. Содан соң видеодағыдай қамырларымызды біріктіреміз. Қамырымызды бұдан да кішілеу етіп бөлсеңіздер болады. Мен үлкендеу қылып бөлгенді жөн көрдім. Бұдан да кішілеу қылсаңыздар да әдемі болып көрінеді. Міне дайын. Енді бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып шығамыз. Барлық жеріне толықтай жағып шығуымыз керек. Сосын ортасына осылай қара күнжіт себіңіздер. 180 градуста пісіріп аламыз. Міне дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Қараңыздар, үзген кезде жаңағы ірімшігіміз созылмалы болып келеді. Дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая.